Бәріңізге сәлем. Сонымен Қайрат Сатыбалдыұлы ұсталды деген ақпарат сол екен. Ертеңіне оның бұрынғы әйелі Гүлмира Сатыбалдыда күдікке ілініп ұсталғаны мәлім болды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің мәлімдемесі бойынша Қайрат Сатыбалдыұлына және оның бұрынғы әйеліне Гүлмира Сатыбалдыға және басқа да тұлғаларға қатысты бизнесті рейдерлік басып алу бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастаған. 16 наурыз Гүлмира Сатыбалды Қазақстан Республикасының 128 бабы бойынша ұсталып, Нұр-Сұлтан қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазақстан Республикасының 201 бабына сәйкес өзге ақпараттар тергеу мүддесіне байланысты жария етуге жатпайды делінген. Еске сала кетсек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті лауазымдылықты өкілеттілікті асыра пайдалану және Қазақтелеком қаражатын аса ірі көлемде ұрлау фактілері бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр. Аталған қылмыстарды жасады деген күдікпен Қайрат Сатыбалдыұлы ұсталып, 2 айға қамауға алынды.